Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен макарон жасаймыз. Бұл макаронның ерекшелігі ұннан жасалып көрсететін боламын. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен сироп дайындайтын боламыз. Сироп пен белокты бірдей дайындайтын боламыз. Шекерімізге жаңа су құйдым да, оны отқа қоямыз. Мұнда миксерде белокқа кішкене сахарды қосып айналдыратын боламыз. Біздің массамыз аппақ түске енгенше көпіру керек. Міне біздің мына жақта сиропымыз қайнап жатыр. Біздің сиропымыз 116 градусқа келгенде тоқтатамыз. Міндетті түрде екеуін бірдей дайындайтын боламыз. Өйткені біреуін дайындап, біреуін жақса біздің сиропымыз қатып қалады. Сол себепті егерде қол миксер болса, қасыңызда бір адам айналдырып тұру керек. Бізде 116 градус болды. Енді осыған сиропымызды құямыз. Біздің массамыз кішкене үлкейеді. Енді миксерді тоқтатпаймыз. Осы массамыз бізде қазір ыстық. Осыны суығанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің меренгамыз дайын, әбден суыды. Макаронның ерекшелігі осы біздің меренгамызға байланысты. Екінші белокты салып, құрғақ заттарымыздың бәрін ситадан өткізіп қоятын боламыз. Мұнда ұн мен какаоны барлығын міндетті түрде ситадан өткіземіз. Ол өте капризный болып келеді біздің макарондар. Сол себепті осы қағидаларды ұстана отырып жасаңыздар. Сахарная пудраны да барлығын ситадан өткізіп қосатын боламыз. Міне бізде барлығын өткізіп алдық. Енді миксердің көмегімен жай орташа скоростьте айналдырып алатын боламыз. Біздің массамыз дайын. Енді осыны мешокқа құйып аламыз. Мен тефлон коврикке құяйын деп жатырмын. Пергаментке құюға болмайды, өйткені шықпай қалуы мүмкін. Өте капризный болып келеді деп жатырмын жаңа сіздерге. Сол себепті тефлон коврик немесе силиконовый коврик болса жарайды. Тура осылай құйып, бас жағын осылай айналдырып жібересіздер. Противенде әдейі теріс қаратып қойдым, өйткені біздің юбкаларымыз бір тегіс шығу үшін. Құйып болғаннан кейін осылай міндетті түрде ұрамыз. Біздің макарондарымыз жайылу керек. Бір тегіс болу үшін осылай ұрып жібересіздер. И бөлме температурасында 30 минут кептіреміз. Міне бізде кепті, бетін ұстағанда осылай қолымызға жабыспау керек. Қызып тұрған печкамызда 15 минутта пісіріп аламыз. Енді ганашымызды бір күн алдын дайындап қоямыз. Мұнда шоколад пен сливкиді микроволновкаға ертіп алдым. Осылай мешокқа құйып, холодильникке бір күн сақтаймыз. Өйткені біздің ганашымыз қоюлану керек. Сыра жасай салып қоюға болмайды. Бұны алдын ала бір күн алдын жасап қойыңыздар. Біздің макарондарымыз суыды. Суған соң барып біз тефлон ковриктен алатын боламыз. Ыстықтай алуға болмайды. Енді өз парларын тауып аламыз. Осындай біріктірген кезде бір-біріне бірдей формада шығу керек. Жан-жағы бір-біріне тура келу керек. Міне біздің ганашымыз, бір күн алдын дайындалған ганашымыз дайын. Осылай қоюланады. Осылай барлық макарондарымызды тізіп жасап шығатын боламыз. Міне достар, біздің макарондарымыз дайын. Енді дәмін көретін боламыз. Өте дәмді, нәзік болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір жегеннен ғашық боласыздар. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңырау шоуына басып қойуды ұмытпаңыздар. Алдағы рецепттерді жіберіп алмайсыздар.